Окей, сәлем достар. Бір кесе шай подкастына қош келдіңіздер. Бүгін студияда бізде қонаққа Мирас келді. Қош келдің, Мирас. Сәлем, сәлем, сәлем. Менің атым Мирас Болат. Седжонг университетін бітірген компьютер сайенс мамандығынан. Бүгін сол Кореяда жұмыс IT мамандығын туралы сөйлесетін шығармыз. Иә, қош келдің. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй жақсы. Жеңіл болып сезініп тұрмын осы подкастта. Жалғастыра береміз. Сенбінің таңында осылай жұмыс істейтін адам енді сенбі жексенбі демалғысы келеді ғой. Иә. Сонда да біздің подкаст үшін уақыт тауып келгеніне көп рахмет айтқым келеді. Және біздің тыңдармандардың арасында Кореяда жұмыс істегісі келетін әрі IT саласына қызығатын адамдар көп. Сол себепті бір жақсы подкаст болады деген ойдамын. Өзің жайлы кішкене тағы да таныстырып, бэкграунд туралы айтып берсең, қандай университетте оқыдың, қандай мамандықта оқыдың және қазір не істеп жатырсың деген сияқты. Сол сіз айтқанмен компьютер сайенс мамандығы Седжонг университетті бітірдім. 2020 жылы. Иә, 2020 жылы. Жұмысым сол осындай салада AI, machine learning, data science мамандығы жұмысым. Қазір Корей компаниясында жұмыс істеймін. Осы 1,5 жылдай ма болды, осы бір компанияда жұмыс істеп жатырмын. Бәрі жақсы болып жатыр. Осы Кореяда кейін университеттен кейін өмір Кореяда. Ол да қызық қазір. Көбінесе оқиғалар бар, история, экспириенстермен бөлісуге болады адамдармен. Кореяға сонда сен келгеніне 5 жыл болды ма? Иә, 5,5 жылдай болған шығар, бірақ ковид үшін осы 2,5 жыл болған жоқпын Кореяда. Бірінші семестрім болды 2019 жылы. Ковид басталған соң Қазақстанда болды. Сосын қайттан келдім. 1,5 жыл, 3 семестр, 4 семестр онлайн болды, 4 семестр офлайн болды. Бітірген соң осы 6 айдың ішінде жұмыс іздегем. Осы D10 визасымен 6 айдың ішінде жұмыс істедім. Визада probation период бар компанияда, 3 айдың ішінде бітіріп, жұмыс бастадым. D10 виза мысалы, мен осы көп студент осына визада интерншипқа жұмыс істей алады. Probation период бітірген соң компанияларда бірінші entry jobта әрқашан probation период болады компанияда 3 ай. Содан кейін контракт береді онан соң. Бізде осы алдыңғы шығарылымда Кияда жұмыс істейтін қыз келді, ол да сол AI-дің саласында жұмыс істейді, бірақ біздің Корея университетін бітірген, және оның мамандығы electrical engineering. Сондықтан ол да қазір осы AI саласында жұмыс істеп жатыр. Өте қызық. Мені қуантады, қазақтар шетелде жұмыс жасайды және жұмыс істеген кезде өте жақсы орындарға кіреді. Білімді жастардың қатары көбейіп жатқаны өте күшті қуантады. Менде бір сұрақ, енді мысалы сен Седжонгда оқыдым дедің. Көп жағдайда мысалы IT саласын оқитын студенттер, олар көп жағдайда меніңше оңтүстік Кореяға келетін секілді, мысалы KAIST, тағы басқа Кореяда мысалы университетте оқиды. Бірақ неге Кореяны таңдадың мысалы? Мені сол қызықтырып тұр. Кореяны таңдағаным, мен мектебімді бітіріп жатқан кезде school counselor бар ғой. Мен мұғалімім сол рекомендат етті осы Кореяны. Біріншіден Жапонияға үміттенгем, бірақ ол жақта 12 сынып бітіру керек. Содан соң немесе японша білу керек, сонда не оқу керек. Оны қиын болды да, сол Кореяға, Гонконгқа, Америкаға аппликейшндарын жібердім. Америкаға алды, бірақ қымбат болды. Scholarship алу қиын болды. Гонконгта да сондай, Кореяда жақсы болды. Бағасымен оқу scholarship берді осы Седжонг университеттен. Сол үшін таңдадым. Және осы Корея туралы мен ештеңке білген жоқпын. Бұл уақытта 2017-2018 мысалы Корея поп-культура, кей-поппен қатты қызықтаған жоқпын ол уақытта. Ештеңке білген жоқпын. Осы жаққа келіп Корея туралы біле бастадым. Бірақ жақсы сияқты, мысалы кейбір айтады ғой, розовый очки болған жоқ. Көп адамдар осы жаққа келеді розовый очкимен, сосын disappointed болады деп естігем. Бірақ менде ондай жоқ. Менің өзім experience Кореяда ешқандай жаман кейстер болған жоқ. Өзім Кореяда өмір сүруім қуаныштымын.
иә. Менің ойымша көп жағдайда иә осындай көңілі толмаушылық болатын студенттер көп деп естідім, әсіресе кей-поп, жаңағы кей-драмаға қатты, мәдениетіне қатты қызығатын жастар, енді олар бір нәрсені күтіп келеді да осы жаққа. Сосын тіпті бізде бірінші қонақ келген кезде ол да айтқан, негізі осы біздің стипендиялық бағдарламамен түссе де жеке былай тапсырса да тікелей тапсырған студенттердің көпшілігі игере алмай осы жақты қайтып кетіп жатыр үйлеріне. Бізде мысалы оқудан шығып па? Иә, оқудан шығып кәдімгідей толықтай қайтып кетіп жатқан адамдардың қарасы көп екен. Және қалай енді өзің мысалы сен университетті оқыдың, осы жақта бітірдің бакалаврды, енді өзіңнің бакалавриатына оннан қандай баға бересің мысалы? Өзім білуім бойынша ма осы немесе Сиджонг университетке ма? Иә, жалпы Сиджон емес, жалпы өзіңнің осы Кореядағы бакалаврда оқыған тәжірибеңнен қандай баға? Жақсы баға бере алмаймын, өйткені менде офлайн айттым ғой, онлайн оқу болған үшін қайтып келген соң ковидтан кейін қиын болды адаптирование. Өйткені қазақ студенттер, СНГ студенттер қайтып келді, бірақ олар orientation day дегендер болған жоқ та, бәрі өздерімен болып кетті. Сол тек қана мен бітіріп жатқан кезде қазақтар бірге дос болып, сондай болды да, содан кейін мен бір түрлі сезіндім. Бірақ өзім оқу жағынан қарасақ, Сиджонг университеті 10-нан мен 6 беретін шығар. Профессорлар жақсы, түсіндірілетіндері бар, бірақ түсіне аласың, көбінесе олар бюджеттерге неге бизнес администрейшн хоспиталитеге кетеді, бірақ компьютер сайенс қазір Сиджонгта көптеп ақша беріліп жатыр деп естігем. Өздерін жаңа билдинг ашқан деп сол жақта көп студенттер қазақтар қазір компьютер сайенсті оқып жатыр. Естігем бойынша жақсы болып бара жатыр деп естігем. Сол мен үміттенемін, 8-9-10 болатын шығар деп. Қазір сұрастырып жатырмын, мысалы достарым бар, әлі сөйлесіп тұрмыз, компьютер сайенсті оқитын ұнап жатыр. Иә, сол мен өзім 5-6 деп айтатын шығарым, өйткені көп нәрсе оқитыным ол жақта жұмыс істеп жатқан кезде көмектесе алады, айта алмаймын. Өз жобаларын жасау керек деп ойлаймын. Self-project сондай, өйткені тек қана университеттен оқысаң ештеңке жұмыста қиын болады Кореяда. Bootcamp, сондай проекттер болады, достармен бірге өздерінің проекті, немесе бізде бар мысалы graduation семестрдің capstone design, содан жақсы проект жоба болса, портфолиоға қоюға болады, CV-ға, сол да жақсы болады. Бірақ, иә, сол 5-6 деп бере аламын. Бірақ университеттің өмірі достармен бір семестр қызық болды. Өзім 10 беретін шығармын, бірақ қайтып келген соң біртүрлі болды, өзім біртүрлі сезіндім. Қайтып келген соң бір семестр болды. Сол семестрдің арасында ешкіммен сөйлесе алмадым, ешкім таба алмадым мен. Достарым да болған жоқ. Бір қазақ досым болды, осы Соганг университетінің, ол Қазақстанда танысқан. Басқа достар болған жоқ. Қиын болды. Сол семестрдің соңында Қанатбекпен кездестім. Сол кезде достастық. Иә, бір общежитиеда, дормиторийде тұрғанбыз. Иә, достар, Қанатбек ол бізге подкастқа қонаққа келген спикерлердің бірі, қонақтың бірі. Ол да Сиджонг университетінде оқиды. Жалпы негізі айта кететін нәрсе, Кореяда Сиджонг университеті, туризм осы мамандық бойынша олар Кореяда бірінші орында екен, басқа университеттерге қарағанда. Енді IT бойынша жақсы орынға жетіп алады деп ойлаймын. Егер ақшаны қазір қаржыны жақсы бөліп жатқан. Иә, ол жақта Сиджонгтың компьютер сайенс мамандығына көбінесе магистратура, докторантуралар алады, и олар scientific paper көп жазады. Сол үшін мысалы Сиджонг университеттің рейтингі күн сайын мен түскен кезде 500-600 рейтингте болған, қазір 350-ға ма жеткен. Өйткені output research, scientific research-тарды көптеп жазып жатыр. Менің ойымша университеттер сен бітіргеннен кейін ғана күшті болып кете ма, сондай сияқты. Барлық әлемде сондай сияқты өйткені. Мысалы бізде мен бұрынғы университетті қарасам, жағдай күшті жасалып жатыр, мысалы facility көп деп салынып жатыр, сондай да. Сосын қараймыз да, біздің кезімізде ондай нәрсе болған жоқ деген сияқты. Кішкене дейсің, бірақ иә қызық. Мектебіммен болды, университет мне кажется әлі сондай сияқты өзгерген жоқ. 3-4 жылдан кейін бірдеңке ашылатын шығар, бірақ Сиджонг университетінің кампусы кішкентай. Кореяға қарағанда өздерінің аудиториясы бар. Мысалы Сиджонг университетінде рейтинг мысалы қарағам, кәрістер қалай болады. Мысалы международный рейтинг пен Кореяда рейтинг әртүрлі ғой. Олар мысалы Sky, осы университеттер топта келеді, сол KAIST келеді, юнистік
кейбіреулер білмейді, кайсты біледі, бірақ юнисті көп білмейді. кейбіреулер білмейді. А Седжонг как второй тир болып кетеді да, а второй, третий тир болып кетеді. Согаң, Седжонг мен Конгук осы университеттің арасында бар. Бірақ Сеулда болғаны ол престиж береді. Университетінде Сеулда болса, осындай престиж болады. Сырттан тек қана мысалы осы кайстар есептеледі, осы ең топтар. Университет негізі қатты әсер етеді да бәрібір. Қандай деңгейде екені бәрібір маңызды. Былай қарасақ. Қызық негізі. Маған ұнайтыны сол Кореядағы білім саласына қатты көңіл бөлетіндері мысалы Тоңари болған. Тоңаридің басшысы жүргізетін мұғалім кісі айтады да, бізде ештеңе жоқ, пайдалы қазба да жоқ. Біз жеріміз де ондай керемет немес, құнарлы емес, ауыл шаруашылығы күшті дамымаған. Бізде басқа амал қалған жоқ, тек миымызды ғана қолданатын ғана амал қалған жоқ. Сондықтан біз балаларымызды күні түні оқыттық дейді. Шынымен де сол нәрсенің арқасында меніңше қазір ел жақсы деңгейге жетті деп дамып жатыр. Соны ойлаймын да, бізде кішкене біздің жалпы халықтың білімге қатысты көзқарасы кішкене өзгеріп келе жатқаны қуантады. Өйткені қазір мысалы балаларды қазір КТЛ деп айтпайды, бил деп айтады, иә? Иә, бил, сосын білім инновациялық лицейлар, иә. Мен КТЛ-ды бітіргенмен достарыммен мысалы бар ғой стереотип КТЛ-дар. Мен сол ондай эксепшн болып қалдым ба? Жоқ, достарым бар Астанада сөйлестіреміз, бірақ мысалы осы жақта КТЛ-шықтарды кездестірсем, андай бонд прям ондай, сен басқаша. Маған бәрібір адамдарға қарасаң мен КТЛ-дан шыққан деп ойбай деп дос болып кетпейміз. Фильм, сериалдар көп болды қарамағаныма. Бірақ қаш шықты онлайнға, соны қарағым келіп тұр. Қаш қаралмадым, мен Кореяда болдым кезде. Мен барғам, ол кезде Қазақстанда болдым. Қызық болды, артхаус фильм. Ашық туралы, естігем. Ашық туралы, бірақ кішкене аудитория жақсы қабылдады, бірақ қатты күтті, өйткені бізде оған дейін ашаршылық туралы фильмдер көп шыққан жоқ. Және бізде көбі білмейді, тек қана 30-шы жылдардағы ашаршылықты айтады. Негізі ашаршылық 20-шы жылдар и 30-шы жылдар болды. Ол кезді сипаттаған, бірақ кішкене Айсұлтанның көзқарасын жалпы халық қатты қабылдай алған жоқ. Олар кішкене мына нәрсені күтті да, андай екі жақсы және жаман деген. Мен спойлер айтпаймын. Жақсы және жаман деген ұғым болу керек деген сияқты болды да, ал ол кішкене фестивальді фильм сияқты болды. Ал біздің жалпы аудитория әлі фестивальді фильмдерге үйренбеген. Бізде ең бірінші фестивальді фильмдерді осылай кинотеатрда көрсете бастаған Наргиз Шукенова деген кісі, ол кісі Батырхан Шукенов ағасының қызы. Сол кісі бастады, бірақ қазір ол кісі оны жасамайды, өйткені үлкен, ол кино саласында ондай жасау өте қиындау қазіргі таңда. Бізде тағы қалай еді? Қазақша атын есімдемес. Роки Гармони ма? Артхаусының кино фестивальда ма көрсетілген. Естіген сияқты. Мектепте буллинг туралы. Сол туралы. Фильм туралы айтып кеттік қой? Иә, фильм туралы айтып кеттік қой. Сен фильм көрген жоқсың ба? Иә, кейде қазір соңғы уақытта қарап тұрмын, бірақ көп қарамаймын қазір. Иә, тек қана осы сенбі, жексенбі күндері, демалыс күндері. Мен де жазда да біраз фильмдерді қарап тастадым да. Негізі мен қазір батыстық фильмдерді көп қарап кеткен сияқтымын, сол енді азиялық режиссерлердің фильмін қарап бастағым келеді. Өйткені алдында бір фильмді көргем, тайвандық режиссер, бірақ ол кісі, мен ойлағам ғой, ол кісіні көп ешкім білмейтін шығар деп, бірақ қарасам Letterboxd'тан ол кісі кәдімгідей біраз фильмдерге не жазып тастаған, директор болған, режиссер болған. Тайвань или Гонконг? Тайвань. Тайпейде түсірген. Аң Ли деген тайвандық режиссер. Ол кісі не Life of Pi, Горбатая гора. Горбатая гора, иә. Мен де өз. Горбатая гораны мен кішкентай кезінде білесің қарап отырдым. Мам папам не қарап отырсың? Неге екі ковбой сүйісіп отыр? Спойлер алерт дейсің. Кешірілді. Бірақ өте күшті түсірілген фильм. Мына фильмді қарағам ғой, қатты ұнатып қалғам. Осы фильм 94-ші жылы шыққан. Тайпейге ғашық болып қалдым, ананы көріп өте әдемі түсірілген. Сосын енді менде
неге салып қойдым, бакет-листқа салып қойдым, ертең өзіме міндетті түрде Тайпейға барамын деп көргім келеді. Я естігемін Тайпей күшті деп. Ол жақта IT Чип жасайды. өте қызық негізі. Жалпы жұмыс туралы көшетін болсақ, жалпы өзің қазір жұмыс істеп жатсың, тәжірибе жинап жатсың. Жалпы жұмыс өмірі қалай, work-life balance деген сала ма, әлде IT болғандықтан сәл қиынырақ па деген сияқты? Өзім жұмысым, мысалы мен компаниям, салам өзіме ұнайды, не компания жасап отқан. Біз ESG, экология, тұрақты ауыл шаруашылығы, сондай бағыттарында biodiversity жобаларымыз бар. Біздің компания көбінесе тек Кореяның сыртында жұмыс істейді. Камбоджа, Вьетнам, Бангладеш мемлекеттерінде осы тұрақты ауыл шаруашылығы, sustainable agriculture, күріш алқаптарында. Мысалы менің жұмысым болса, осы спутник арқылы осы күріш шекарасын сызба жазу AI-мен. Мысалы спутник суреті болады, кез келген күнге ала аламыз да. Коммерческий спутниктер бар, открытый доступ спутниктер де бар. Соны қолданып күріштердің шекарасын сызып автоматически осы 100 гектар, 1000 гектар осы разница жоқ соны. Мысалы Кореяда осы диджитал координаттары бар. Әр күріштің алқаптарын, любой осы ауыл шаруашылығы алқаптарын несі бар, координаттар, мекен-жайы бар да, өздерінің базаларында. Кез келген адам оны қарай алады. Мысалы Naver'да да, Naver мапты қарасаң да, көре аласың, осы кез келген бассаң адрес бар. Бірақ осы оңтүстік шығыс мемлекеттерінде ондай нәрсе жоқ, оларда бір база жоқ, жиналып тұрған. Бірақ біз сол sustainable agriculture жасау үшін бізге білу керек. Жобамыздың шекарасы, осы әр күріштің, сол үшін біз спутник қолданамыз да. Және сол спутник арқылы біз не жасай аламыз, prediction жасай аламыз, қанша болады, және мониторинг жасай аламыз, қандай қолданып жатыр ма осы sustainable agriculture. Біз өзіміз проект жасаймыз, келеміз да, мысалы локальный министерство агрикультуры өздерінің мемлекеттері бар, солармен сөйлесіп, және тағы да инвесторлар да бар. Мысалы не үшін жасаймыз, ол бізге қандай ақша келеді деп сұрасаңыздар, көміртек несиелер бар да, карбон кредитс алынша. Үлкен компаниялар мемлекеттерде өздерінің несі бар, қалдықтары бар шығатын emission, осы жыл сайын осы фабрика, мануфактурный осы нәрселерден шығады. Олар көміртек несиелер сатып алу керек. Осындай проекттер, мысалы, сол үшін біз келеміз осындай проекттер жасау. Немесе орман шаруашылығы planting trees. Сондай ол да карбон кредит шығарады. Немесе sustainable agriculture. Бізде неге күріштен жұмыс істейміз? Өйткені метан cultivation уақытында метан көп шығады. Өйткені су, мысалы, бидайға қарағанда өсірген кезде күріш 2-3 ай потоп болады. Суды прям суда тұрады. Сол үшін су мен топырақтың араласынан метан көп шығады да. Сол үшін бізде sustainable agriculture методпен 2-3 рет осы cultivation уақытында біз айтқан периодта осушение жасау сұраймыз да. Бірақ ол осушениені трек ету керек, мониторинг ету керек. Сол үшін бізде сателлайт керек. Осы спутник арқылы мониторинг жасаймыз. Және осы қатысқан фермерларға біз reward береміз, там $100, сондай. Және осы болашақта осы методты қолданған соң, ол глобальный UNFCCC деген бар организация, ол уже approved қабылданған методика, осы AWD деп аталады, қысқаша alternate wetting and drying дегенде. 2 рет осы cultivation периодта осушение жасасаң, бұл на словах просто деп айтсақ болады, бірақ осын қарау, трекать және оны approve жасау үшін мониторинг керек. Сол үшін біз осындай платформа береміз. Спутник арқылы, веб-сайт арқылы, өзіміздің сол продукттар арқылы. Сол көміртек несиелерді айтсақ, осындай. Біздің компания айтсақ, осы Қазақстанға да мен де өзім кіргім келеді. Осы компаниямен бірге. Соңғы рет біз сөйлескенбіз, күріш институты Қызылордада бар, Жақаев атында. Ол Жақаев осы естіген, осы совет уақытында бірінші адам Қазақстанға күрішті әкелген. Сол үшін Жақаев институты ашылған. Олар сол институтында өздерінің күріш жерлері бар, басқа да алқаптары бар, бидай, естіген бойынша. Қызылорданың өзінде 100.000 гектар деп естіген, 90.000-100.000 гектар күріш жерлері деп естіген. Сол Қазақстанға кіргім келіп тұр.
бізде айтқан бойынша осы GGGI деген бар, осы институт организация экологиялық экономика осындай бағыттарын Кореяда бірінші ашылған офистары. Қазір көбінесе осы оңтүстік шығыс мемлекеттерінде офистары бар. Үлкен организация қазір GGGI Central Asia деген бар. Осы Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан мемлекеттерінде проекттер жасап жатыр. Сол біз осы компаниямен бірге коллаборация жасағымыз келіп тұр. Осы қазір немесе келесі маусымда проект жасағымыз келіп тұр. Бізде тек қана бір маусым бар. Күріш өсіретін Қазақстанда. Екі-үш рет жасайды. Мысалы кейбір климат жасаса 4 рет жасай береді. 4 рет өсіреді бір жылдың ішінде. Жақсырақ болса. Осы біздің компания осындай бағытта жұмыс істейді. Өзім қуаныштымын осындай компанияда жұмыс істеген. Мен әке-шешемді, ата-әжемді қуанып, олар өздері ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығымен айналысады да. Олар да қуанып жүр. Қазақстанға келсе, Қазақстанда компания ашсай, Қазақстанда жасай деп айтып отыр да. Бірақ біз сөйлескен министерство экология, министерство агрокультуры, ауыл шаруашылығымен сөйлескенбіз. Оларда мысалы көміртек несиелер деген әлі концепция жоқ, енді келіп жатыр. Олар тек қана естіген, сонда бірақ әлі мысалы Кореяда жасап жатыр, Японияда жасап жатыр, Америка, конечно, Европа, осы мемлекеттер көбінесе карбон кредит компаниялар жасайтындар, проект жасайтындар көптеу. Бірақ Қазақстанға кіру, Қазақстанның компания ашу осы мен ойымша 5 жылдың ішінде осы популярный болады деп ойлайтын шығар. Немесе өзіміз келіп ашу керек. Министрлікпен байланысқа түскен кезде қиыншылықтар болған жоқ па? Былай қиыншылықтар сөйлескенде олар қызық болған. Олар көбінесе презентация жасаймын, қазақша сөйлесіп презентация жасаймыз да. Қызылорда, бірінші Астана министерство агрокультураға жасадық презентация. Қуанышты болды. Сосын институт, осы күріш институтымен бірге байланыстырды. Олармен сөйлестік. Олардың адамдар ешқандай қиыншылық болған жоқ, бірақ айтсақ. Өтініш кезетте мен өзім жасадым. Мен сұрадым достарымнан, аталарымнан, әжелерімнен қалай жоба бастауға болады деп, қалай кімге жете аламын деп заявканы қарастырды, звонок салды. Сөйлескен соң мен айттым, осы адамдарға презентация жасауға болады ма? Я деді, сол жасады. Содан соң күріш институтымен сөйлесе бастадық. Мен үшін жақсы идея сияқты, өйткені қазіргі таңда Қазақстанның экологиясы өте қатты нашарлап жатқан сияқты, әсіресе ауыл шаруашылығы қатты қиналады да, соның салдарынан. Сол себепті бір жақсы пайдасы тиеді деп ойлаймын. Сонда сен жалпы өзің осы жұмысқа келер алды, арнайы ресерч жасап, мен осы бағытқа барам деген оймен бардың ба, әлде осылай жұмысқа ене сала осы бағытқа түсіп кеттің бе? Мен университетті бітірген соң 6 айдың ішінде жұмыс іздеген. Мен көп компания подавать еттім, таңдамайсың. Университет бітірген соң көресің, өзіңді тексересің, қандай компанияға кіргің келеді. Бірақ көбінесе осы 2-3 компания болды, жауап берген осы. 2-3 түрлі бардым, осы біреуіне өте алмадым, біреуіне өттім, осы үшіншісіне осы мен компаниям өттім. Маған барғаным, өйткені компанияның бағыты емес, маған CTO ұнап қалды, интервью жасаған, Chief Technical Officer ағылшыншадан. Сол CTO ұнады, екеуміз коннект жасап қалдық. Сол үшін осы Thanks Carbonға бардым, мен компаниям аты сол Thanks Carbon, сол үшін таңдадым деп айттым. Және басында келген кезде қиын болды, өйткені стартап компания ғой әлі. Оларда девелопер, разработчиктар әлі ол уақытта болған жоқ. Мен оларда штабный разработчиктар болған жоқ, тек қана аутсорс жасайды да. Олар көбінесе фокуста стейкхолдермен сөйлесу, осы политиктермен сөйлесу, осы Камбоджа мемлекеттерінде. Өйткені қиын, мен государственный жұмыс істеу өте қиын. Private компанияларда келу, государственный компания, и және олар как мост сияқты осы біздің компания сөйлесіп, соның проекттер организация жасау. Сол үшін біздің компания сол саласында күштілік болды, біздің адамдар көп болды, бірақ разработчиктер бізде болған жоқ. Мен бірінші болдым. Басында қиын болды. Өйткені олар да білген жоқ, қалай менімен жұмыс істеу керек екенін. Бірақ CTO-м өзі IT бэкграунд болды. Сонымен көбінесе сөйлесіп, өзіміз бірге қазірде разработчиктер бар. Бірге проекттер, өзіміз платформалар жасап, қарастырып жасап жатырмыз қазір. Жаңа сен айтып жатсың ғой, күрішке қатысты жаңа өзен бар ғой, сол өзен қандай өзен еді?
Камбоджа сол бүйтіп бір өзен. Меконг дельта. Иә, окей. Мен алдында осы бізде университетте не болды? Форум емес, жай ғана бір лекция болды, special lecture. Сол кезде Меконг жайлы айтқан болатын, жаңағы күрішке қатысты, және политиканы да қазір қалай әсер етіп жатқан саясаттың әсері. Өйткені қазірде кішкене ол жақтағы неде саяси геополитический. Иә, кішкене сондай қиын болып жатыр да. Әсер етеді екен қатты бір-біріне байланысты. Иә, олар бір өзенді бөліседі. Иә, сол кішкене. Иә. Қытайда, Вьетнам, Қытай, Камбоджа, Таиланд жағы, Лаос тағы да. Біз осы қазір фокус бізде осы үш мемлекет, Камбоджа, Вьетнам, Бангладеш. Ең осы тәжірибемізден бойынша Вьетнамға кіру қиынырақ деп айта аламын, өйткені социалистический мемлекет та бюрократия көп уақытта. Бір адамнан өткен соң екінші адам болады, сол адамдар көп. Камбоджада высшее правительство, осы Министерство агрокультуры высшее адамдарға жету оңайырақ деп айта аламын. Қазақстанда да оңай деп айта алатын шығар, бірақ үлкен проект жасау үшін не керек, нетворкинг керек Қазақстанда. Таныстар осы сұрастырып өткізуге болады ма осы проекттерді, жобаны, үлкен проекттер. Бірақ кішкентай бізде әр мемлекетке кірген кезде бізде пилотный проект болады, 20-30 гектар бір сезонға. Сол қараймыз, сезон осы бір маусымға қараймыз. Өйткені ауа райы басқаша, топырақ басқа, күріштер басқаша, әр мемлекеттерде соны қарастырып, пилотный проекттен кейін өзіміз скейл жасаймыз. Қазір осы үш мемлекеттерде жасап отырмыз скейл. Қазақстанға осы пилотный проектпен кіргіміз келеді. Келесі жылда үміттенеміз кіреміз деп. Жаңа сұраққа work-life balance туралы болса, жауап беріліп кеттім. Сол артын басым менде отырған сол. Менде жұмыс бізде кейде аптасына 2 күн ремоут, немесе бір күн ремоут, аптасына как минимум болады. Офиста да настроение жақсы. Ешқандай коллегалар. Менің компаниям былай қарасақ либералды компания деп айта аламын, өйткені экология, green carbon осындай атмосфера түсінуге болатын шығар. Бірақ консервативный емес та. Мысалы біздің осы Кореяда election болды. Осы Ижемен отқан кезде біздің бастықтарымыз қуанды да, өйткені Ижемен осындай проекттерге көп ақша береді, бюджеттері көбірек болады. Мысалы алдыңғы президент болған кезде сәл қиындау болды. Проекттер өткізу, Кореямен сөйлесу, қазір оңайырақ. Сол үшін бізде проекттерде сол маңызы бар. Кореяның президенттерді және Камбоджа, Вьетнамдарда да қандай политиктер сол маңызды проекттерімізде. Адам контролер. Естігем. Бірақ сол work-life айтсақ, жұмыстан кейін өзім хоббилар бар, кейде скалолазание, кейде жүзуге барамыз, хоббида айтсақ. Кейде мысалы КСАК студенттерімен кездесем, Седжонг университеттер көбісі КСАК ассоциацияда тұрады. Соңғы уақыттарда КСАК ивенттеріне бара алмадым, бірақ барғым келіп тұр. Өзім достарым да бар. Карстер, иностранцтер осы. Мен тұратын район иностранный, Итаван жақта тұрам. Сол үшін былай қарасақ, достар табу, комьюнити табу қиын емес ол жақта, менің ойымша. Адам өзіне байланысты. Адам өзі байланысты. Мысалы, кейбір адамдар ол жақта да тұра берсе де ешкім достары жоқ. Бірақ мысалы деген болады ғой, жұмыс жасап жатқан кезде меніңше енді университетте сен өзіңнің баблыңда өмір сүресің де, ал жұмыста мүлдем бөлек атмосфера және мүлдем бөлек бабл, өйткені іскерлік қарым-қатынас, сен ол жерде күнделікті жұмыс күнінде көрген сайын енді бөлек тағы бір ортаның болғанын қалайсың ғой. Сол жағынан қиындық болып жатқан жоқ па? Мысалы, өйткені әңгіменің барысында біз сөйлескен кезде сен өзің айтып кеткен боласың, жұмыс істеп жатқан жастар көбінесе өздерін жалғыз сезінетін адамдар бар деген сияқты. Адамның байланысы сол. Менде мысалы өзім достарым бар. Былай қараса, менде
қазақтармен көп айта алмаймын. Мысалы орысшада көп сөйлеспеймін қазір. Сол достармен көбінесе орысша сөйлесеміз, тек қана кейбір қазақша жақсы түсінетіндермен қазақша сөйлесемін. Қазақша тек қана мама папалармен сөйлесемін. Мысалы кейбір достарым орысша сөйлескен кезде орысшамды ұмытып баратырмын. Айтады, орысшаңды ұмытып кеттім ба, қазақшамды ұмытып баратырмын. Көбінше ағылшынша сөйлесем, жұмыста мысалы кәрісше бізде қолданатын кәрісшем базовый кәріс. Былай қарасақ 10-нан 4 деп айтып 4 балл беретін шығармын өзімнің кәріс левеліме. Көбінесе осы daily conversation бізде кәрісше, бірақ бизнесте бізде көбінесе айтқанда осы ағылшынша болады. Кәрісше сөйлесеңдер, кәрісше сөйлеседі, бірақ мен сөйлесем, осы жұмыс жағын, осы адамдар кездесек, ағылшынша сөйлесеміз. Бір қызық нәрсе ол мысалы тіпті кофеге тапсырыс берген келсе немесе тамаққа тапсырыс берген келсе, ол кісілер шетелдік екенді бірде біліп қояды да көп жағдайда. Корейше сөйлеп тұрсаң да саған ағылшынша жауап қайтаруы мүмкін да. Сол себепті кейде корешені практика жасайтын мүмкіндіктер болмай да қалып жатады. Мен үшін Жапония мен Кореядағы сол жағдай кішкене ұқсас келетін сияқты. Бет әлпеттен байланысты деп ойлайтын шығар. Кейде немесе қай жақтан боласың деп сұрайды. Қай жақтан деп, Қазақстаннан деймін. Сол. Қай жерде деп сұраймын. Жоқ, көп адамдар біледі. Қазір айтпақшы осы 2 жыл бұрын мен 2019-да келген кезде көп инвестация кездескен кезде ол Қазақстан туралы осы кәрістер біледі. Осы біз орысша сөйлесе алатынымызды, совет өкімінде болғанымызды біледі. Бірақ басқа иностранецтер Европа жақтан немесе Америка жақтан көп білмейді. Қазір кездессем, осы Италон жақта көп қой иностранецтер. Қазақстанға барғым келеді дейді. Қазақстан Инстаграм рилста көрдім дейді. Осы әдемі жылқы айдағым келеді, жылқы етін жегім келеді деп айтып тұрады. Және біздің осы Шафхат тағы көп болады. Біздің артистерде Запад жақта. Хавайидан бір бізге адам келген. Ой, мен сендердің бір әншілеріңді білемін дейді. Окей, кім десе, Димаш қой, Димаш. Мен таңғалып қалдым, олар да біледі. Мысалы қытайлықтар отырды да. Көп қытайлықтар, мен ойлаймын көбірек қытайлықтар білетін шығар деп. Приколстар сөйлесеміз, осындай салада қазақша сөйлеу көп бірінші болып тұр осы өзімен мысалы. Сол кешіріңдер, кейбір ағылшынша немесе орысша сөздер қолдансам қиын кейде есіме түсірем. IT саласы менің үшін көбірек қызығырақ сияқты балаларға, және қазақ тілінде әлі көп ешкім ондай айтпайды да, осындай жай ғана подкаст деңгейінде деймін да. Көп андай телевидениялық деңгейде айтылуы мүмкін, немесе подкаст көп көрген жоқпын әлі. Мен подкаст Қазақстанда қазір подкаст қарамаймын, бірақ соңғы естігем осы Кана Бисекеевтің Хиксфилд AI деген. Осы компания, біздің осы компания. Соңғы 2-3 бұрын ба, олар $50 миллион ма серия А инвестиция алдында $8 миллион алған. Сол күшті. Кейбір таныстарым бар, сол Хиксфилдта жұмыс істеп жатқанмын, бірақ күнде жұмыс істейміз деді, қиын деді. ақш-та қазір алқабында жұмыс істеп жатқан жас балалар деп естігемін. Қазақстанның IT үлкен адам болсам, мысалы сол Хиксфилд AI сияқты болса, қанағы бара алмайтын сияқтымын, білмеймін. Біртүрлі сияқты, ол жақта өздерінің темалары бар. Соңғы рет осы сәуірде барғам Қазақстанға. Осы Қазақстанда қанша? Оның алдында 2,5 жыл болған. Мен сол семестрлерімді бітірдім, жұмыс істеп бастадым, Қазақстанға қайтқан жоқпын. Сол сәуірде енді бірінші рет осы қайтқам, 2,5 жылдан кейін өзгеріп кеткен. Шын айтсам, банктарда да қолданған жоқпын. Каспида перевод жасауды ұмытып кеткенмін, қалай жасайтынымды. Сол қиын болған. Бірақ әдем Кореяда хайкинг жасап жүргенмін, осы хобби бұл. Тауларға шығып, Сеулдың сыртында, Алматының тауына бардым. Вау дедім. Бірінші шыққам Алматының тауларына. Таулар екен ғой деп. Әдем. Және мен осы айтқанмен сол ауылда өскен қасында тау бар. Сөйқа барып сол тауға шықтым. Бірінші адамдар өйқа шықпайды көбінесе. Өйқті жолда жоқ шығатын. Сол бірдеңке жол тауып тастардың арасында сол шықты. Сол жақта күшті болды. Әйтеуір білмеймін, маған Қазақстан, Кореяның табиғаты может шашып кеткен шығармын, бірақ Қазақстанның табиғаты әдемі екен, ұмытып кеткем. Енді келесі рет осы батысқа барғым келіп тұрмын. Батысқа барып, немесе шығыс жаққа тоже. Шығыс мен үшін
Қазақстанда міндетті түрде баруым керек жер ол шығыс. Мен әр шығысқа барып көрген жоқпын. Қатонқарағай деп естігемін. Осы менде бірінші курста бізді практика Қатонқарағайға жіберу керек болған, бірақ біз бара алмай қалдық та. Мен сол кезде қатты қуанғанмын, Қатонқарағайды көреміз деп, өйткені табиғаты өте керемет та. Қазіргі таңда мысалы жол жағы қалай болып жатқанын білмеймін, бірақ әлі де кішкене нашақсадым. Дегенмен де мысалы бір туристік сезон кезінде ертерек букинг жасамасаң, ертерек регистрация жасап қоймасаң, мысалы отельдерге хабарласпасаң орын болмайды. Және маған айтыны ол жақта солай туризм дамып келе жатыр. Иә, қазір біздің менің білмеймін, ол официальный емес шығар ресмиден де, бірақ менің ойымша біздің Министерство туризма осы көп заграничный блогерларға төлейді. Келіп реклама жасау үшін, бірақ нативный реклама сияқты олар travel блогерлар и Қазақстанға келеді осы реклама жасайды, бірақ жақсы деп ойлаймын. Көп адамдар Қазақстан қандай әдемі екенін, тамақтарын, табиғаттарын көріп әдемі екенін біле алады да. Сол айтқанда мысалы 2019 жылы ешқандай адамдар білген жоқ Қазақстан туралы, не бар екенін, не жейді екенін, немен айналысады екенін. Қазір көп адамдар кездесем, естігем, барғым келеді. Көп иностранецтерден, кореецтерден де иностранецтер. Кореецтер көбінесе Орталық Азия, Монғолия санасақ, сол жаққа барады көбінесе. Иә. Былай қызығушылық бар орталық. Иә. Мысалы, жаңағы Қырғызстанның табиғаты қандай әдемі. Өзбекстанда мысалы тарихи орындарды көруге. Әрине, Қазақстандағы Қожа Ахмет Яссауидің деңгейіндегідей ғимарат болмауы мүмкін. Көп жағдайда тарихи ғимарат. Самарқанд қалаларындағы ғимараттардың көбі реставрация жасалған. Бірінші күйінде қалмаған. Ал Қожа Ахмет Яссауи ол бірнеше мысалы түрлі мәдениеттің нелерін көруге болады, жинақтарын көруге болады. Мысалы бір қабырғасы Қарахан дәуіріндегі, екінші жағы мүлдем басқа. Менде Түркістанға барғым келеді Қазақстанда, сосын міндетті түрде Шығыс Қазақстанға барғым келеді. Алматы, мен Шымкентте де болдым, Шымкентке барғанбыз 2 рет. Шымкент үлкен ауыл деп санаймын. Менің ойымша сол жақта маған қатты ұнады Шымкент. Иә. Достарымыз үйленген болатын, сол тойға барғанбыз 2 рет, бір рет ұзатуға, бір рет үлкен тойға. Өте қатты ұнады. Ленгірдің табиғаты, вау дедім ғой. Мұздақтары қандай дәмді. Копейка тұрады ол жақта. Тиын тұрады. Маған қатты ұнады. Әсіресе менде шыққымыз келді, тауға қарай қатты көтергіміз келді, бірақ мүмкіндік болмады, бірақ келесіде тағы да болады деп ойлаймын. Қатты ұнайды. Сосын тағы қандай жерлер. Сол батыстан мен әлі неге барған жоқпын. Ақтөбе Атырауда болдым, бірақ Ақтауға барғым келеді. Мен болған сол Шымкент, Ақтөбе, Алматы, Қызылорда, Астана. Қаралы жақ күшті сосын. Иә. Қаралы жаққа бір рет машинамен өткенбіз, бір рет түнегенбіз сол жақта, өте қатты ұнады Қаралы жақ. Бізде сол оңтүстік жақта не бар? Маевка деген. Иә, сол Маевка. Поход деп айтамыз. Сол біз Маевка деп атаймыз. Білмеймін қай жақтан келген сөз. Өзен, біз Шымкент жақта өзендер бар, сол өзенге барып, дарбыз алып, қарбыз алып. Иә, шашлык жасап, сол күшті. Иә, таудың етегінде. Иә, Қазақстан потенциалы өте мықты не да, негізі туризм жағынан қарасаң. Бірінші full time жұмыс. Бірақ университет кезінде ковид болған кезде мен Қазақстанда жұмыс істедім. 3 ай интерншип болды, содан кейін full time сияқты жұмыс істеп кеттім. Өйткені ковид уақытында уақыт көп болды. Ол күнде барып, сол менің салам, сол осы аудиомен жұмыс істедім. Ол уақытта мысалы не болған жоқ, ChatGPT андай енді шығып жатқан кезде, бірақ сол кезде бізде естіген шығарсыздар, Исай білесіздер ма? Назарбаев университетінен генерация голосы, Исатай деген дауыс бар. Мысалы текст бересің, генерация голосы сайттарында жасауға болады, жақсы дауыс шығарады генерация қазақ тілінде. Сол мен компаниямда профессорлардың, сол жасаған профессорлармен бірге жұмыс істедім. Сол маған көмектесті осы спич саласында. Сол қызық. Мен осы қазір 2 нем бар,
AI жағында AI бөлінеді ғой, олар әрқайсында өздерінің интерестері бар. Кейбіреулері мысалы роботикспен жұмыс істейді, кейбіреулері осы LLM, осы ChatGPT-лар, кейбіреулері более финансовый данныйлармен жұмыс істейді, кейбіреулері осы дауыстармен, дыбыстармен жұмыс істейді, кейбіреулері осы image processing, осы satellite image осылармен жұмыс істейді. Сол мен өзім осы немен қызығамын, осы дауыс, дыбыс, speech audio processing и image processing, осы computer vision жағынан осы қызығамын. AI демекші, соңғы бізде Қазақстанда жаңалықтар бойынша жасанды интеллект министрлігін ашқалы жатыр екен Қазақстанда. Енді білмеймін қалай болатынын, бірақ қаншалықты бізге керек сондай министрлікті ашу деген сияқты ой келеді. Бірақ Қазақстанда жасанды интеллектке сондай қарым-қатынас көрсетіп жатқаны жақсы шығар, өйткені болашақ бәрібір де соған байланысты ғой. Сен өзің, біз енді мысалы қазіргі таңда менің ойымша жаңағы ChatGPT-сіз немесе AI-сіз кішкене AI-ға қатты сеніп қалған сияқтымыз ба деген, сеніп бара жатқан сияқтымыз ба деген сондай ой келеді. Өйткені бүкіл біздің қазір жұмыс бойынша да барлығында бір AI-ға қатысты бір нәрсе бар деген сияқты. Google мысалы аударма жасайтын болса да мысалы AI кірістірілген, иә. Аударма translation ба? Иә, сондай аудармаға қатысты болсын, мысалы өте қызық қалай өмір өзгеріп жатқанын. Өйткені мысалы біздің буын, олар телефон жалпы халыққа енді таралып бастаған кезде біз мектепке бара бастадық, иә, мысалы сол уақытта ауысымдарды бір өзгерістерді бір өз көзімізбен көрген сияқты болып қалды да, бір түсіп қалған сияқтымыз. Мысалы өте қызық. Мен айтқым келген нәрсе, жасанды интеллект мысалы жауыр болған сұрақ шығар, адамдарды мысалы жұмыс орнында оларды ауыстыра ала ма деген сияқты. Мысалы сен өзің енді IT саласында жүргендіктен өзің қалай ойлайсың, мысалы сол қаншалықты ол шындыққа жанасуы мүмкін деген сияқты. Менің ойымша кейбір жұмыстар жойылады деп айта аламын, бірақ ол мысалы бізге де естіген бойынша осы тарихқа қарасақ, осы индустриализация уақытында мысалы көп адамдарда кәдімгі жұмыс жасап отқандар жұмыстарын жоғалтып алды, бірақ жаңа жұмыс орындар пайда болады әрқашан. Соны еске алу керек. Жаңа бум болған кезде әрқашан жаңа жұмыс орындары пайда болады. Және ол тек қана адамнан байланыс өзгергісі келеді ма, келмейді ма осы қазір заманда жаңа жұмыс осы AI бағытында. Мен басында осы айтпақшы, сол компанияда жұмыс істеп отқан кезде мен білгем осы ол кезде ChatGPT деген жоқ, ол кезде GPT деп аталған. Ол как интерфейс болған жоқ, мысалы ChatGPT жақта, бірақ ол модель бірінші сол 2018 ба 2017-те ма бірінші пейпер шыққан, Attention is all you need деген пейпер шыққан. Сол кезде сол именно осы AI комьюнитида бум болған. Содан кейін осы Google DeepMind осы департамент, AI департамент Google'дың жасаған. Содан кейін осы ChatGPT, осы OpenAI компания знакомыйлары инвестиция алып, сол кезде GPT шығарған. Сол кезде жаймын деп естіп жатқанбыз өзім коллегаларым бірге. Ол кезде мен ойлағам, әшейін как Natural Language Processing сияқты, мысалы NLP сияқты более дамыған деп ойлағам, бірақ соншама күшті болатын мен де біле алмадым. Өйткені AI саласында жұмыс істеген мен де дайын болған жоқпын оған. Мен де мысалы бұрындағы архитектура мысалы 2016 жылғы переводтарға қарасақ, мысалы кейде мысалы орысшадан қазақшаға немесе орысшадан ағылшынға ауыстырған кезде кейбір сөздер біртүрлі немесе контекст түсінбейді. Осы жаңағы пейпермен контекст бөлі көп түсіне алады және көп ала алады, түсіне алады да. Соны мен ойладым, әшейін көптеу түсінеді, бірақ осыншама генерация текстік понимание осы көп салаларын мен де ойлап қалдым, мен AI инженер, мен де жоғалтамын, осы жұмыссыз қалам ба деп ойладым. Мен ойладым, өйткені осы LLM, осы пейперлар, олар осындай AI модель жасау үшін оған көп серверлер керек, көп computation power керек та. Тек қана үлкен компаниялар мысалы жасай алады. Мен ойладым, ондай компанияға жұмыс істемесем менде жұмыс болмайды деп. Бірақ қазір
былай қарасақ, осы компаниялар AI-ды алып, компаниялар, басқа AI компаниялар сол AI-ды қолданып, өздеріне тюнинг жасап, өздерінің бизнес саласына қолданып жатыр. Олар мысалы бұрында мысалы былай қарасақ, чат-бот ассистент деп айтайық, компания керек болса, олар аутсорсқа біреу разработчиктардан сұрау керек жасау үшін, немесе өздерінің AI инженерлері болу керек, сондай AI ассистент жасау үшін. Бірақ қазір ондай керек болса, олар осы мысалы Gemini, осы ChatGPT-ларды қолданып, өздерін тюнинг жасап, ешқандай AI инженерсіз жасай алады да. Инженерлерсің де жұмыс. Бірақ AI инженерлер де өзгерді. Олар эффективно осындай ответтарды оптимизация жасайды да, осы модельдерді алып, более тюнинг под компанию для компанияға келетін. Тоже былай мен де сол ойладым, бірақ қазір менің салам сәл нишевый деп айтуға болады, спутник жағынан. Әлі ол жаққа жаймендеп келіп жатыр осы жаңа новый архитектуралар, бірақ қарап отырмын. Бәрібір спутник жағынан қарасақ, әлі более нишевый деп айтуға болады. Бірақ көп IT компаниялар мысалы қолданып жатыр осы ChatGPT, Gemini-ларын көп, өте көп қолданады. Қызықта негізі мысалы AI-дың шығуы да енді технологияның дамуы ол экологияға да әсер етіп жатыр да. Бірақ мысалы сен IT саласында оған қоса AI бағыты бойынша жұмыс істеп жатсың. Қалай мысалы өте қызық не болып тұр да, композиция сияқты болып тұр да. AI қазір мысалы экологтардың жаңағы экологиялық жаңағы белсенділердің айтуы бойынша AI ол экологияға, жерге ол қатты әсерін тигізеді, жаман әсерін тигізіп жатыр деген айтып жатыр. Өйткені мысалы суды көп қолданады екен, мысалы не бойынша. Ол серверлерін охлаждение жасау керек. Ол үлкен AI қалай, мысалы үлкен AI-ді қалай жасайды деп айтсақ, мысалы бұларда үлкен осы директор болады, AI-ға осы билет 1 ай, 2 ай үйлен осы тренинг болуы мүмкін, и сол кезде қалдықтар шығады, су кетеді, хит кетеді сол жаққа, энергия көптеу кетеді. Бірақ менің ойымша әлі AI осы бум, осы 2-3 бұрын болды, әлі полиси жасау, әлі жасап жатыр адамдар контроль жасау үшін осындай. Бірақ қатты контроль жасаса, ол да қиын болатын сияқты AI-ға. Өйткені мысалы былай қарасақ, неге Қытай мен Америка лидирует AI-да, өйткені оларда ешқандай контроль жоқ. Мысалы потребление энергии, осы потребление воды осындайға жоқ та. Мысалы Европа олардың AI-лар жоқ, өйткені ол жақта қиын. Евросоюз үшін оларда ондай AI серверлі ашу, AI обучение жасау өте қиын. Сол үшін осы Европа, менің ойымша басында старт керек, ешқандай контроль деп айта алмаймын, бірақ адамдарға свободу осы беру керек осы AI жағынан. Содан кейін адамдар үйленген соң, адамдар полисиларды адамдар шығарады, содан кейін бәрі нормализуется, менің ойымша. Осы қалдықтармен адамдар әлі ерте тревога. Бірақ менің ойымша AI-ға қатысты жаңағыдай айтады ғой, экологияға зиян тигізеді деп. Окей, зиян тигізеді. Менің ойымша біздің адамдардың істеп жатқан нәрсесінің барлығы дерлік, менің ойымша environment-қа ол зиян тигізіп жатыр. Менің ойымша кішкене иллюзия сияқты болып көрінді. Өйткені көп жағдайда мысалы қарасақ, біздің күнделікті істеп жатқан нәрселеріміздің өзі, біздің бургерлерді мысалы жеуіміз, ол да мысалы экологияға қатты әсерін тигізіп жатыр да. Кішкене сонымен иллюзия жасап, подмена понятия дейді, кішкене ауыстырып жатқан сияқты да, фокусты AI-ға қойып сияқты. Олардың әлі вкладтары мировой pollution-ға әлі үлкен емес. Ең үлкендер осы көліктер, осы Макдональдстар мысалы неге көп шығады, өйткені сиырлардан мал шаруашылығынан метан шығады. Мысалы ауыл шаруашылығы осы айтқан күріш 20% алады осы метаннан әлем бойынша. Сол үшін біздің компания сол бағытында жұмыс істейді. Әлі ерте деп ойлаймын AI жағынан. Мен келісемін, сол фокусты ауыстырып жатыр. Мысалы осы технологияның дамуы қаншалықты ертең біздің жерді, жаңа экологияны құтқара алады деген де ой келеді да. Ол да сәл иллюзиялау сияқты мен мысалы. Қызық, өйткені алдында бір подкастты көзім шалып қалды, ол кезде де айтып жатыр да. Міне осы жаңа технологиялар ол біздің жерді құтқарады деп айтады да, өйткені лозунг әңгіме сияқты. Бірақ шын туайтқа келгенде менің ойымша толықтай құтқарады деген менің ойымша өтірік сияқты, өйткені әр нәрсенің жақсылығы және артықшылығы және кемшілігі бірге жүреді. Сондықтан зиян пайда бірге деген сияқты. Солай. Өте қызық негізі. AI-ға қатысты менің ойымша айтып жаттың ғой, жаңа бақылауда ұстау керек деген сияқты. Бақылау туралы айтты. Бостандық беру керек деп айтты.
осы жақында бір ақш-та бір жағдай болды. Жасөспірім бала жаңа AI мен сөйлесіп ақыр соңында өзіне қол жұмсапты дейді, және AI мен жаңа чатты қараған кезде ол жерде мынандай жағдайлар болған екен. Суицид туралы айтып жатқан кезде промпттарда не жоқ та, андай жауаптарында соған хабарлас деген ондай нәрсені айтпаған дейді. Және ауыртпалықсыз қол жасауға болады. Тәсілдерін айтып берейін деген сияқты сондай болғанда ана жасөспірім өзіне қол жұмсаған. Енді әкесі AI компаниясымен соттасып жатыр деп естідім. Енді иск жіберейін деп жатыр. Ол ChatGPT OpenAI болған. Қызық. Қашан болған? Осы жақында. Мен сол ойлаймын, кішкене бақылауда ұстау керек дегенде, әсіресе жасөспірімдерге, мүмкін балаларға AI мен нені байланысты кішкене шектеуге қою керек шығар онда деген сияқты. AI саласында жұмыс істейтін жұмысшылар, IT саласында жұмыс істейтін адамдар, меніңше мүмкін бір шектеулерді қою керек шығар жаңа не бойынша, бір запростар бойынша деген сияқты. Ол менің ойымша компаниядан байланысты, қанша осы соңғы продуктына ақша контроль осы белгісі келеді. Өйткені былай қараса, осы AI соңғы кезінде үйленген соң ол голый продукт болып шығады. Ол жақта ешқандай фильтр болмайды. Әр компания олар өздерінің фильтрларын қойылады. Мысалы, соңғы DeepSeek айтсақ, олар Қытайда болған тарихи жағынан сұрасаң, кейбір нәрсе өзгертеді, про China болады. Былай сәл сезуге болады. Әр AI мен сөйлескен кезде түсінуге болады қай компаниядан шыққан екен олардың әрі. Сол өздерінің сол департаменттері, как ethical департамент па, сондайлар бар шығар, компания көп уақыт, көп сол қарау керек сол OpenAI. Мен өзім әйтеуір бір рет тексеріп көргенмін. Сол ChatGPT-ға жазып та, өзім мен не істеймін, өзімді осы қол жасауым келеді деп. Маған ештеңе берген жоқ. Осы обратитесь сондайға 9 бір-бірге немесе сондайға деп айтты. Білмеймін қандай кейс болған сол баламен. Иә, оқуым келіп тұр, соны қандай. Қызық екен, негізі біз әлі енді үйреніп келе жатырмыз да, сол себепті осындай ситуациялар қалыпқа келгенше дейін меніңше ситуациялардың болуы ықтималығы жоғарырақ сияқты қалыпқа келгенше дейін. Әлі етте AI-лар әлі етте соңғы айтқан 3-4 жыл бұрын болды, әлі бум болып отыр. Әлі уақыт керек деп ойлаймын. Орналасқан кезде қиын болған жоқ па деп ойлайды, қалай болды, процесс қандай болды дегенді айтып бере аламын, уақыт жетсе. Бар. Мен компанияға келген кезде бірінші рет айттым, разработчиктар болған жоқ. Қиын болды, бірақ корейский менталитет біздің айтқанмен либералды болған соң оңайлау болды. Консервативный корейский компанияларды естігем, разработчикті, IT компаниялар қиын деп естігем, осы burnout көп болады деп естігем. Мен осы 1,5 жыл жұмыс істеп жатырмын осы компанияда. Мен әлі компаниямнан әлі құдайға шүкір шаршаған жоқпын. Әлі қызық, әлі менің басшылығымда ұнайды. Бірге әрқашан жұмыс істейміз. Әр компаниядан байланысты. Оны интервью уақытында да сезуге болады. Кім сенен интервью алады, қандай адам, сонымен сөйлесіп, олар не туралы сөйледі. Өйткені интервью ойлау керек, сен интервью емес, сен де тоже интервью жасайсың. Өйткені өзіңе олар ұнайды ма, ұнамай ма, қандай отношения болады, жұмыс істеген кезде сезуге болады. Әрқашан интервью кезінде әр компаниядан. Үлкен компаниялар түсінуге болады. Мысалы, мен стартаптарды айтып отырмын да, үлкен компаниялар көбінесе корпоративный өмір ол плюс-минус, мне кажется, ойынша одинаково болатын шығар деп ойлаймын. Қазіргі таңда меніңше біздің енді буын Gen-Z болсын, Gen-Z буыны көп жағдайда жұмыс шарттарына байланысты және жұмыс жағдайына байланысты, жұмыс орнына қатысты өздерінің ойларын ашық айтуға тырысады. Егер мысалы бір шағымдары болса, тіке айтады да, мысалы, мен мынандай жағдайда жұмыс істей алмаймын деген сияқты. Қазақтар ма? Жалпы қазір әлем бойынша трендті айтамын да. Сондай өзгеріс болып жатыр да Gen-Z. Мысалы миллениалдар болса, олар өмір бақи сол жұмыста қала береді, өйткені солай болу керек деген сияқты ой майндсет бар деп айтады, иә. Қазіргі таңда мен естуім бойынша Big Four компаниялары, олар кадрлар ағыны қатты болып жатыр да. Мысалы, өйткені шынымен де ол жақта
жаңағыдай өзің айтқандай бөлінаут жаңа жанып кету өте көп болады өйткені жұмыстың күші салмағы өте қатты. Ал адам болғандықтан сен өзіңнің жеке өміріңмен жаңа баланс сақтауың керек қой. Ондай баланс болмаған соң сөйтіп жұмыстан шығып жатқан адамдар көп екен да. Оған қоса мысалы джензи деген жаңағыдай ұғымдардың солай көріністі болды, меніңше әсер етіп жатқан сияқты. Енді сен жаңа стартап компанияларды, меніңше Кореяда стартап компаниялар енді мүлдем басқаша деп ойлаймын, үлкен компанияларға қарағанда. Сен мысалы өзің естідің бе жаңағыдай мысалы Big Four компаниялары осындай кадрлар ағыны болып жатыр. Естігемін. Сол ойлаймын да, джензи деген ұғымның әсері қатты тиіп жатқан сияқты, адамдар өздерінің өмірін және ковидті қатты әсер еткен сияқты деп ойлаймын, өйткені адамдар өздерінің өмірін көбірек бағалайды. Сосын айтқым келетіні, мысалы бізде жұмысқа орналасқысы келетін жастар бар. Жаңа да айтып жатыр ғой, интервьюға барған кезде бізде мысалы СНГ бойынша адамдар менің ойымша ойлайтын сияқты, мен жаңа жұмыс берушіге жағынуым керек, мені жұмысқа алу үшін оларға ұнайтын жауаптарды беруім керек деген ой болады да. Иә, окей, сен өзіңді жұмысқа орналастыруды ойлайсың, бірақ интервью барысында өздеріңізге де қатысты сұрақтарды қоюларыңыз керек. Өйткені біз көбірек компанияларды жаңағыдай superiority сияқты қоямыз да, өзіміздің қажеттіліктерімізді маңызсыз қылып көрсетіп қоямыз сол жерде. Сол себепті интервью барысында міндетті түрде сұрақтарды қою керек. Ол интервью жаңа Мирас айтқандай жай ғана бір тарапты интервью емес, ол екі тарапты интервью болып есептелінеді. Сіз де жұмыс берушіні сынайсыз деген сияқты. Сол айтқым келген соны. Иә, қазір джензи мысалы менің бастығым кейде сұрайды, қандай өзгерістер керек, мысалы work life-тан қандай, мысалы ремоут күндер көбейтейік па, немесе сондай, немесе активити көптеу өткізейік па деп. Маған қазір бәрі ыңғайлы. Менде осы бір-екі ремоут күн уақытым көбірек болады. Мысалы джензи жағынан, адамдар, джензилар қалай айтсақ көп айта алады да, мынандай жұмыс жасамаймын, жасай аламын, осындай шыншылдау деп айтайық. Баланс, менің ойымша, үйге келген соң, жұмыстан кейін үйге келіп әшейін ұйықтай салу немесе телефон қарау, менде ойымша уақытты қолдану керек сияқты. Немесе активный отдых, немесе осы кез келген достармен бірге әрқашан комьюнити іздеу. Сол менің ойымша, мен тек қана осы жұмыс жасап, үйге келіп телефон қарасам, TikTok, Instagram қарасам, менде де бёрнаут болатын сияқты деп ойлаймын. Бірақ мен қазір арамда достарым бар, өзім жасайтын хоббиім бар. Қазір соңғы уақытта мысалы мен диджей болып кеткенмін. Диджей болып кеткенмін. Сол келесі аптада мысалы бізде ивент болады. Соған да өзім қызығушыларым бар. Жұмыс, бірақ өзім менталды, денсаулығым өзіме көптеу маңызды деп ойлаймын. Сондай жұмыс өмірінде адамдардың өздерінің өмірлерін көбірек бағалауға өзгеріп жатқан қуантады. Өйткені расымен де мысалы ковид кезінде түсіндік қой, сен өзіңнің өміріңді өзің жасамасаң, ол және қалай айтсам, тек қана жұмыс істесең өмірің өтіп кетеді екен да. Сондықтан хобби, мысалы біздің ата-аналарымыз мысалы хоббилары көбінде болмауы мүмкін, өйткені өмір бақи деп ойлайды да. Сосын зейнетке шыққан кезде өмірлерінің мәні өтіп кеткен сияқты, жоқ сияқты болып қалуы мүмкін көп жағдайда. Менің атам зейнетке шыққан кезде депрессия болды бір жылдай ма, содан кейін өз хобби бастады, аквакультур, қалай еді, искусственный бассейн шығарады, сол жақта балықтар өсіреді. Сол балықтар сосын өздері жейді немесе сатады. Сол хобби және өз интерес адамдардың өте маңызды. Сол сондықтан тыңдармандар хоббиларыңызды көбейте беріңіздер. Өйткені шынымен де андай да, тек қана әлеуметтік желілерді қараған кезде де мынандай сенің хоббиларың мынандай болу керек. Біреу саған ақша келетін хобби болу керек, біреу жай ғана жаныңның рахаты үшін, ләззат алу үшін болу керек деген сияқты. Расымен де, әрине, жұмыс істейтін болсаңыз немесе студенттік өмірде салмағы қатты болса да, уақыты бұл қиын түрлі хоббимен айналысу үшін, бірақ дегенмен де мүмкіндігінше көбірек өздеріңіздің хоббиларыңызды тауып, сөйтіп түрлендірген дұрыс деп ойлаймын өмір лайфстайлыңызды солай. Өйткені сіз өміріңіздің қалай өзгеретінін білмейсіз да, бәлкім бір 10 жылдан кейін дәл сол хобби сіздің өмірге деген құштарлығыңызды ұстап тұруға көмектесетін шығар, бәлкім. Солай. Мирас, келгенге көп рахмет. Осындай нотада подкастты аяқтауға болатын секілді. Айтпақшы, мен сұрауды ұмытып кеттім. Мен әрдайым қонақтардан MBTI-ларын сұраймын.
Сенің MBTI қандай? соңғы рет қазір өзгерген шығар. Мен мен өзгерген деп ойлайтын сияқтымын. Университет бітірген университет уақытында және қазір жұмыс істеп жатқан кезімде өзгерген деп ойлаймын. Сол кезде мен ISTP болғанмын. Қазір менің ойымша қазір E болып кеткен. Иә. Экстраверт. Иә, экстраверт. Адамдармен көптеу сөйлесем және ыңғайлы. Awkward деген болмайды да, бұрында болатын еді. Иә, қазір бәрі жақсы, иә. Былай ESTP деп айта берейік, иә. Иә, сонымен құрметті тыңдармандар, біздің подкаст аяғына жетті. Бізде қонақта Мирас болды. Көп рахмет тағы да келгеніне. Бала кезден компьютерді жақсы меңгерген бала. Иә. Мем бар ғой. Иә. Солай. Иә. Күндеріңіз сәтті өтсін. Көріскенше келесі шығарылымды асыға күтесіздер деген ойдамын. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.